Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте дәмді алмадан компот жасаймыз. Видеоның соңына дейін көріп, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен алмамызды, яғни ранеткаларды жақсылап жуып аламыз. Алманы толық жуып болған соң банкамызды дайындаймыз. Банканы жақсылап жуып аламыз, содан кейін стерилизовать етеміз. Мен 70% спиртті ішіне құйып, сонымен шайқап стерилизовать етемін. Банканы стерилизовать етіп болған соң алманы саламыз. Алманы өз қалауларыңыз бойынша қанша салғыларыңыз келсе, сонша салуға болады. Алманы салып болған соң қайнап тұрған ыстық суды құйып, қақпағын жауып 10 минутқа қоямыз. Он минут өткен соң банкамыздағы суымызды кастрюльге құйып, газға қоямыз. Жақсылап қайнатып аламыз. Кастрюлеміздегі суымыз қайнағанша дейін банкаларға қантты салып қоямыз. 2 литрлік банкаға 2 стақан қант қосып, кастрюлеміздегі қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, содан кейін закрывашкамен жабамыз. Банкамызды жауып болған соң дәл видеодағыдай домалатамыз, яғни ішіндегі қантын ертіп аламыз. Дайын болған компоттарды бір күнге жылы матамен орап қоямыз. Видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.